Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен дрожсыз 10 минутта дайын болатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер. Комментарий қалдырып, бөлісуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңыз үшін рахмет алдын ала. Бауырсақ пен шелпегімізді дайындау үшін қамырын дайындаймыз. Біріншіден қамырына бізде 100 мл айран, немесе 200 мл айран пайдалансаңыздар болады. Мен 100 мл айран, 100 мл сүт пайдаланудамын. Бірінші 100 мл айранға жарты чайный ложка сода салып араластырып аламыз. Сүт құямыз. 2-3 ас қасық сұйық май, жарты чайный ложка тұз, 2 чайный ложка қант жақсылап араластырып аламыз осылайынан. Және де ұн саламыз. 350-400 грамм көлемінде ұн, жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамырымыз дайын, 10 минутқа тұндырып қоямыз. 10 минут жеткілікті. Осылайынан ұнымызды дайындап алып, қамырымызды жайып, бауырсағымызды кесуге, яғни пісіруге кірісеміз. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қатты қалың емес етіп жайып аламыз. Бауырсақты өзіңізге ұнайтын формада кесесіздер. Мінекей майды қыздырып, бауырсағымызды қуырып аламыз. Шелпегіміз де осы рецептпен дайындай берсек болады. Мен қазір шелпек және бауырсақ пісіріп жатырмын. Өте дәмді әрі жылдам піседі. Асығыс кезде осылай дайындасаңыздар болады. Соданың дәмі мүлдем байқалмайды. Айранмен бірге бірінші араластырып алғандықтан жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Небәрі 10 минутта осылайынан бауырсақ пен шелпекті дайындаймыз. Дұрыс жасап көріңіздер, бәріңізге ас болсын.